Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 8-ші сынып 7-ші бөлім жасөспірім және заң. Біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасөспірім және заң. Бізге берілген оқулы мақсаты мемлекеттік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтерді, автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтерді, автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдайды. Бізге берілген оқылым мәтіні жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен жаза деп аталады. Мәтінді оқымас бұрын жоғарыдағы сұрақтарға назар аударайық. Бірінші сұрақ: жасөспірімдер неліктен заңды бұзбауы керек? Олар әлі мемлекеттік кәмелеттік жасқа толмағандар ғой деп олардың теріс әрекеттерін анықтауға бола ма? Екінші сұрақ: жасөспірімнің жасаған қылмысы үшін ата-анасын жазалау қаншалықты дұрыс? Үшінші: жасөспірім жас шыбық тәрізді. Қисығын түзетпесең, кейін сынып кетуі мүмкін. Осы пікірді дәлелдеңдер. Ал енді жасөспірім арасындағы қылмыс пен жаза мәтінін оқимыз. Қылмыс жасаған жасөспірімнің ата-анасы немесе заңды өкілі баласының қылмыс жасауына жол бергені үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Кей жағдайда 2 жылға дейін бас бостандығын шектеуге жазаланады. Сонымен қатар, ата-аналардың немесе басқа да заңды өкілдерінің балалары тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамауына байланысты төмендегідей әкімшілік жауапкершілікке тартуды қарастырылған. Ата-аналар немесе заңды өкілдері кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі міндеттерін себепсіз орындамаса, оларға айлық есептік көрсеткіштің 5-тен 10-ға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады. Кәмелетке толмағандар алкогольдік ішімдіктерді, есірткіні қолданса не қаңғыбастықпен, қайыршылықпен айналысса, қылмыс немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттер жасаса, ата-анасына немесе заңды өкіліне 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бала қылмыстық жауапкершілікке қай жастан тартылады? 16 жастан бастап адам қылмыстық жауапқа тартылады. Ал ауыр қылмыстар бойынша жасөспірімдердің жауапкершілігі 14 жастан көзделген. Атап айтқанда, кісі өлтіргені, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіргені, зорлық-зомбылық, ұрлық, тонау, қарақшылық, қорқытып тартып алу, автокөлікті немесе көлік құралын заңсыз иемдену, бұзақылық және басқа да қылмыстар жасаған үшін 14 жасқа толғандар жауапкершілікке тартылады. Жалпы, кәмелетке толмағандар қандай жағдайда жауапқа тартылады? Кәмелетке толмағандар ұсақ бұзақылық жасаса, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеп, азаматтарды қорласа, ішімдік шексе, қоғамдық тәртіп бұзса, айлық есептік көрсеткіштің 5-тен 10-ға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алынады. Жасөспірімдер өздерін ересек санап, бір-біріне еліктеп, түнде көшеге шығу, темекі шегу сияқты жағымсыз қылықтарға тез бейімделгіш келеді. Сондықтан тәрбиелік шараларға қатысып, жан-жақтарына қарап, өз-өздеріңді тәрбиелеп, жаман әдеттен аулақ болыңдар. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу керек. Бұл бізде оқылым тапсырмасы. Ал енді сұрақтарға жауап берсек. Қай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер үшін жаңалық болды? Екінші, соңғы азат жолдағы автордың ойын толықтырыңдар. Бізде келесі лепті сөйлем. Біз жай сөйлем түрлерімен танысудамыз. Сондағы біздегі лепті сөйлем. Лепті сөйлем дегеніміз адамның ерекше көңіл күймен ішкі сезімін білдіретін сөйлем. Лепті сөйлемдердің мағыналық түрлері: бұйыру, қуану, тілек, өтіну, армандау, таңдану, ұран, сескену, шошу, өтініш тағы басқа. Лепті сөйлемнің жасалу жолдары: бірінші, одағай сөздер арқылы. Алақай, бәрекелді, әттеген-ай, пай-пай, қап, па, шіркін, ту, тағы басқа сөздер арқылы жасалады. Мысалы, қап, мынау жығылдау. Бұл жерде қап
деген сөз, яғни одағай болып тұр. Келесі күшейткіш мәнді сөздер арқылы не деген, неткен, қандай, қалайша, ғажап, тағы басқа. Мысалы, неткен сұлу қыз. Мұнда неткен сөз күшейткіш мәнді сөз болып тұр. Демеулік шылаулар арқылы ау, ақ, ай, ғой, тағы басқа. Мысалы, осы жазушыны көрсем ғой. Мұнда ғой сөзі шылау болып тұр. Интонация арқылы, мысалы, туған жер, көгілдір көлдері, сарқыраған өзендері, ән салған құмдары, аңызға айналған өлкем. Лепті сөйлемдердің соңында леп белгісі қойылады. Бізде келесі тапсырма, екінші тапсырма оқулықтағы. Төмендегі құжат атауларын қатыстырып, хабарлы, сұраулы, бұйрықты, лепті сөйлемдерге екі мысалдан жазыңдар. Бас әріппен жазылған сөздерді неге бас әріппен жазылғанын түсіндіріңдер. Бала мен ата-ананың құқықтары мен міндеттері белгіленген заңдар. Бірінші, бала құқығының декларациясы. Екінші, Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңы. Үшінші, Қазақстан Республикасының Конституциясы. Төртінші, білім туралы заң. Бесінші, неке және отбасы туралы заң. Алтыншы, балалар құқығының конвенциясы. Жетінші, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс. Келесі бізде жазылым тапсырмасы, оқулықтағы үшінші тапсырма. Төмендегі мақалдарының ішінен бір-бірімен үйлесетін үшеуін таңдап алып, жинақы мәтіннің жоспарын құрыңдар. Мақалдарды оқып шығамыз. Бірінші, ісін өндіре алмаған қырсыз бала қырсығын әкесінен іздейді. Ұядан не көрсе ұшқанда соны ілерсің. Балаңды 5-ке дейін ештеңеден тыйма. 5-тен 13-ке дейін құлыңдай қина. 13-тен әрі сырласыңдай сыйла. Жақсы бала сүйеніш, жаман бала күйініш. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Біреуге ор қазба, өзің түсесің. Заңның құрығы бәрінен ұзын, ұрлық түбі қорлық. Тек жүрсең, тоқ жүресің. Бізде келесі кері байланыс тапсырмасы, оқулықтағы 181 беттегі 6-шы тапсырма. Бізде мұнда екі тапсырма берілген. Біріншісі, неліктен жас өспірімдер қылмысқа барады деген тақырыпта әртүрлі жастағы 5 адамнан кем дегенде 3 сұрақтан тұратын сауалнама алыңдар. Сауалнаманың нәтижесін диаграммамен көрсетіңдер. Екінші, капитан Нұрхан Досұлының қылмыскерді құрықтауы тақырыбында ойдан шығарып сипаттамалық эссе жазыңдар. Сөз саны 150 болу керек. Сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай түрлерін анықтаңдар. Бізде сипаттамалық эссе дегеніміз, оның мақсаты адамның жердің, заттың бейнесін немесе психологиялық ахуалды оқырманға елестете отырып сипаттау болып табылады. Бұл бізде кері байланыс тапсырмасы болатын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.